Сен сол күнәні жасағанда бір ауыз сөзің маған ұнады дейді екен. Қандай сөз дегенде, Раббым, мен саған қандай күнә жасасам да, саған надандықпен, кәпірлікпен, қарсылықпен жасамадым. Бәлки өзімнің жамандығымнан жасадым. Өзімнің ақмақтығымнан жасадым. Сен мені жасыршы дейтін едің ғой дейді. Мен сені жасырдым дейді. Сонда әлгі адам еңкілдеп жылап тұрған кезінде әлгі қара амалдарының бәрі өшіп жоқ болады дейді. Таң қалған кезінде Алла тағала айтады екен, ей пендем, менен қорыққан екесін, жәннат сенікі, бәрін кештім дейді екен. Өйткені Құранда сөз бар. Мен хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава